Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сәбіз бен алма қосылған өте ерекше дәмді десерт дайындайтын боламыз. Алдымен арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызға қантымызды және де сұйық майымызды қосып, бәрін жақсылап ағарғанша миксерлеп аламыз. Електен өткізілген ұнымызды екі бөліп салып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Жартас қасық қамыр қобызытқыш, жартас қасық мускатный орех қосып, бәрін тағы да араластырамыз, және де таза табиғи шоколадты ірі етіп тұрап, оны да қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып алғаннан кейін, енді майда үкіштен өткізіп алған алмамызды қосамыз. Және де алдын ала дайындап алған, үкіштен өткізіп алған сәбізімізді қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Ең соңында грек жаңғағын майдалап, бәрін қосып араластырамыз. Формамызды алдын ала дайындап алдық, үстіне дайын болған массамызды салып, жақсылап тегістеп жайып аламыз. Және де 180 градуста ысып тұрған пешке 1 сағатқа қойып пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге 33-35% кілегей қажет. Кілегейімізге қант ұнтағын салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Негізі кез келген өздеріңізге ұнайтын кремді жақсаңыздар болады. Дайын болған, суытып алған бисквитіміздің үстіне өзіміз дайындаған кремімізді жақсылап, жағып, тегістеп, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Кейіннен ақырында формамызды алып, енді өз қалауларыңызша кез келген формада кессеңіздер болады. Мен біркелкі 4 бұрышты етіп кестім. Енді қарасаңыздар, бисквиті өте әдемі болып шыққан, арасында шоколад, яғни грек жаңғағы бәрі көрініп тұрады. Сыртын әсемдеуде өз еріктеріңізде, кез келген жеміс-жидекпен әсемдесеңіздер болады. Менде таңқурай, яғни малина және де жалбыз жапырақтарын қойып шықтым. Міне біздің алма мен сәбіз қосылған, грек жаңғағы және де шоколад қосылған өте ерекше дәмді десертіміз дайын болды. Дәмі ерекше болып шықты, яғни сәбіздің мүлдем бар екені білінбейді. Яғни сәбіздің соғы, алманың соғы араласқан өте дәмді десерт. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды. Егер видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лүпіл басып, комментарий жазсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет.